Содан ажырасып кеткеннен кейін не істеймін? Мен отырдым тағы да 2 жыл күтіп, күйеуімді 2 жыл күтіп, сол үйде отырдым. Өзіңіз қалдыңыз. Ауылда. Енеңізбен қалдыңыз ба? Енем жоқ, енем жоқ уже. Отырдым. 4 баламен 2 жыл отырдым. Күйеуім қайтып келетін шығар деп. Даттаво енді бір однолюб болдым ба, білмеймін, күйеуім қатты жақсы көрдім ба, білмеймін. Или сондай психология болды да менде. Екінші өмір жоқ, осы бір адаммен өмір деген сияқты. Сосын мен өте көп өзімнің ажырасқанымды жасырған адаммын. Менің қасымда подружкаларым, класстастарым, ешқайсысы менің ажырасқан білген жоқ. Осы последний 1 жыл 2 жылда білген шығар. Сонда мен барлығына, сонда мен ұялатын, даже мен ажырастым деп айтуға ұялатын ше. Ажырасып жүрміз, уже 4 жыл 5 жыл болды. Уже жүрміз, мен уже Алматыға көшіп келдім. 2 жыл күтіп отырдым о жақта. Одан кейін Алматыға көшіп келдім, квартирада жүрмін. Жоқ, кім қайда десе, күйеуің қайда десе, жүр ғой жұмыс істеп. Деймін да, осылай жүретін тұғым. Потому что маған ажырасқан деген ат өте қатты әсер ететін. Білмеймін, ажырасқан деген ат. Бір жағынан солай. Бұрын енді тәрбие сондай болды. Иә, тәжірибе солай болған. Екінші жағынан, енді бұл ажырасыпты ғой деп біреу мысқылдап көріп, білмеймін, мен өмір өзім лидер болдым да, мысалы мен мектепте жүргенде староста болдым. Өзім жасым кішкентай болса да. Университетке түстім, мен 16 жасында университетке түсіп, 20 жасында бітірген адаммын. Сонда 75, мен өзім 79-мын ғой, 75-ші жылғы, 77-ші жылғы қыздар, солар староста болып жүрген. Одан кейін ең кішкентайы группада 30 адам ше мен болатын. Мен бәрін соны жеңіп, мен староста болғам ғой. Сөйтіп 4 жыл староста болдым. Староста болғам, лидер болып жүрдім да. Иә. Университеттердің бакалавр бітірдім, магистратура, аспирантура бітіріп, енді осылай жүрген қызыл, енді немен адай, мен жүрген адаммын ғой. Маған мен семьямды қатырып алам деп ойлағам ғой. Маған андай стресс болды. Мен ішіме сыйдырып, соны айтпай жүрдім. Бір күні ауылда подружкам звондайды, сен туралы бірдеңе естіп жатырсың ғой дейді. Мән берме деп қоямын ғой. Мән берме деп қоямын, деп қояды. Дұрыс па сенде деп сұрағысы келеді да енді. Ешкімге айтпаймын. Қасымда подружкаларым де білмейді.